Так, ожирение. Ожирение екен бүгінгі темамыз ожирение. Да, бізге көп адам келеді. Ожирение деген адамның лишний весінің көптігі да, бұның зияны қандай, пайдасы қандай. Так, енді ожирение деп не айтамыз? Өзі адамның весін алатын болсақ, адамның весін анықтау үшін оның неге өлшеу керек? Росттан 100 ұстау керек. Мысалы үшін 170 ростыңыз болса, 100 ұстасаңыз 70 килограмм. Сіздің нормальный весіңіз болады сол. Осы формулаға қарап тұрса болды. Ну, там 2-3 килограмм ар жақ бер жақ баруы мүмкін. Енді ожирениенің пайдасы қалай, зияны қалай? Ожирениенің зияндарын айтып өтейік. Бірінші, ожирение болған адам обязательно немен ауырады ол? Гипертонический болезнь ауырады, инсультқа жақындық болады, так, денесі ауырласады, жүрегі май басады, так, жүру қиналады, суставтар ауырайды. В общем, ожирениенің өте зияны көп. Соның үшін веске қарап тұру керек. Вес қосылды, адам уже ауырай бастар екен, уже. Тамырларға склероздар пайда болады, холестерин көбейіп кетеді. В общем, очень себептері көп. Аурудың алып келетін, кері әсер ететін денсаулыққа зияндары көп ожирениенің. Енді ожирение неге пайда болады? Вот мақсат қайда. Неге пайда болады ожирение? Ожирениенің себептері көп. Ожирениенің бірінші себептері адамның табиғи ожирение, яғни наследственный. Бұл деген ата-анасы тола болса, обязательно балалар тола болады. Олардың шилік қатты азуға әрекет жасауы ол ауруға алып келеді. Так? Ауруға келеді. Соның үшін оны мөлшеріне қарап тұру керек. Енді екінші себебі образ жизни неправильный. Бұл неге кіреді бұл? Тамақ. Бірінші тамаққа байланысты. Енді тез әзім болатын тамақтар, углеводы дейді. Бешбармақ, торт, нелер бар. Тез әзім болатын. Қуырылған картошкалар, қамырауқаттар, бұның бәрін ала беретін болсаңыз, ең главный сладкилар. Бұлардың барлығы адамды тез семіртеді. Ожирение алып келетін ең факторлардың біріншісі осы. Екінші фактор тамақтану тәртібі. Тамақтанған кезде адам ашқазанның 3-тен 1 бос қалу керек екен да. 3-тен 1 бөлігі тамақ жебасыз, қарныңыз тоймай тұрып, қолыңызды тамақтан алуыңыз керек екен. Бізде қалай? Тамақ жеген кезде тамақты до конца жейді ғой. Бір жерде до конца жейді, біреу айтады, о, болмасаң жеп қойғаныңыз дейді. Қалғанды зорлап жегеді ғой. Тамақ тойып, сен тойып болғасын, ананы зорлап жегеді ғой. Ана оба бола қалып кетеді деп. Не так? Оказывается, тамаққа қарау керек екен. Ашқазанның 3-тен 1 бос қалу керек екен. Потом азанғы тамақты өзің жеуің керек, әбіткісін другым жеуің керек, кешкісін врагым, дұшпаныңа беру керек. Бұл дегені сағат 6-тан кейін желательно тамақтанмау керек. Егер де кім 6-8-ден кейін тамаққа тойып алып, ол ұйқыға кетсе, уже ожирение гарантированный. Уже адам вес қоса бастайды екен да. Потому что тамақ полный әзім болмайды, ол прямой жырға кетер екен, ол адам семіре бастайды екен. Адам біраз вес қосқаннан кейін семіру тез көйіп кетіп қалар екен да. Бұл тамақтану тәртібі. Тамақтан не жеп жатқанға қарау керек, қалай жеп жатқаныңызға қарауыңыз керек, екінші фактор. Так, үшіншісі движение. Адамның қимылы өте маңызды екен. Адам қимылдау керек екен. Бір күнгі нагрузка енді дені сау адамға 10 километр. Енді аяқ ауыратын адамдар бар, бел ауыратын адамдар бар, отырып істейтін адамдар бар, түрлі. Олардың бәрі өзінің жағдайына қарап, әр мысалы үшін отырып істейтін адам болса, 1 сағатта 15 минут тұрып физкультурасын қылып отыру керек. Минимальный 5 километр, ата 10 километрге шейін жүру керек. Енді анау аяқ ауыратын, бел ауыратындардың олардың специальный физкультурамен айланысу керек, вес қоспау үшін. Так, біріншіден тамақтың нормасын білу керек, тамақтың не жеуін білу керек. Үшіншіден өнекен тамақтың жаңалдағы несіне қарау керек. Так, нормасына қарау керек. Енді біз ожирениені біздің центрде емдейміз. Біз оларды емдегенде малхам істетеміз. Малхам істетіп біз диета отырғанбыз. Бізге келгенде адамдар 10 килограммға шейін азады. Шли 10 килограмм азу опасный. Біз заранее предупреждаем. Так, біздің диета малхамды ішіп диета отырған кезде 3 кило, 4 кило, 5 кило, 6 кило, 7 кило ол не вес тастап бара береді. Так, специальный малхам деген шөптер ішеді, диета отырады. Так, и полный бауыр тазалаймыз, ішкі аппараттың бәрін тазалаймыз. Соған организмдегі вес кетеді. Так, енді ожирениенің емдеу мәселелері қалай? Емдеу мәселесі бірінші диетаға қарау керек. Енді түрлі дәрілер бар, химикаттар бар. Олар опасный, используют. Китайский дәрілер бар. Оларды я бы не рекомендовал использовать. Зияны көп. Енді жаңа шыққан методтар бар, хирургический методтар бар. Хирургический методтарды дегені, мына ашқазан болатын болса, ашқазанның жарымысын кесіп тастайды. Все. Адам денсаулық үшін өзін жертва қылып жатыр да. Өте ауыр мәселе.
оның ақыры не дейді, жақсылықпен түгемейді да. Соның үшін өзіңіз толасыз ба, толалығын адам, оказывается, тола адам өзін жақсы көру керек екен да. Өзінің толалығына махаббат оны айту керек екен. Так сығылмау керек екен. Біреулер тола, біреулер азғын болады. Енді слишком толып кеткен, это уже опасно. Енді ана хирургический методтар, азыр көп методтар шығып жатыр. Хирург оның бәрін істеткенде ойлап істету керек. Так очень осторожно да подходить. Лучше табиғи жолмен азыңыздар, зато гарантированный, зато безопасный, беймарал жақсы жүресіздер. Так, өнен кейін семірудің және бір себебі стресс. Біреулердің анасы қайтыс болған кезде біз көргенбіз, әкесі қайтыс болғанда көргенбіз, бірден семіріп кетіп қалғанда, ол мысалы тамақ жемейді ол. Просто сумен семіреді, су. Просто воду пьет, азғандай чуть-чуть хлеб, анау көп жемейді, тамақ жейді. Семіріп кетеді да. Из-за стресс. Стресс адамды қатты семіртеді. Сол үшін адамның семіруінің себептері өте көп. Әр жағдайға индивидуальный подход жасау керек. Бұл бірінші фактор. Екінші фактор, адам лишний весті ешқашан ұстамау керек. Весті нормада ұстап тұру керек. Лишний вес болды ма, уже сізге гарантия, уже аурулар жабыса бастайды. Ең бірінші жабысатын ауру давление жабысады. Жировой гепатоз жабысады, печень, потом тізе артроз басталады, онан кейін грыжа басталады. Так, соған ұқсап дальше кете береді уже. Онан кейін адамның уже көңіл күйі, энергетикасы да қайта береді уже. Соның үшін ожирение один из очень күшті аурулардың біреуі. Америка ожирение бірінші орында бар еді. Қазір Америка стиль жизнь өзгертіп жатыр. Олар натуральный питаниеға өтіп жатыр қазір, көпшілігі. Баяғы анау не дейді, полуфабрикаттар дейміз ғой. Қазір магазинге кірсеңіз, магазиннің жармысы полуфабрикат. Столовойдың барлығы полуфабрикат. Натуральный тамақ жеу керек, натуральный. Сонда адам семірмейді. Полуфабрикат болғаннан кейін ол прямой, оказывается, глюкозаға кетеді, жырға өтіп қалар екен да. Соның үшін полуфабрикатқа жоламау керек. Енді Америкада көрсеңіздер, сондай 200 кило, 250, 300 килограммдық адамдар көрсетеді прямо. Алғаннан кейін олардың мына кожалары бүйтіп қалады, былай салбырап қалады, былай кетіп қалады. Соның үшін ол жағдайға алып бармаудың әрекетін қылу керек. Басында уже басталды ма, сразу надо обратиться к специалисту. И оны емдеген кезде біздің советіміз натуральный жолмен азу керек. Химиядағы хирургический жолдарға мы против. Оны көп көріп жатырмыз, ашқан жерлерін көріп жатырмыз, соның үшін табиғи жолмен азу. Табиғи жолмен азса болады. Енді кім хирургический жолға барады? Тез. Ол әрекет қылмай қойса да, өзі азырып қойса да, ашқазанның жармысын кесіп тастаса болды. Азға да уже, азғаннан кейін даже ол ашқазанның жармысын кесіп тастады. Сау асқазанды кесіп тастады да. Ол уже больной уже, считается. Соның үшін ондай жолдарға бару керек емес. Лучше Алланың берген табиғи жолдармен жайлап жүру керек. Так жай қадам баса берсең, тише едіш, дальше пойдешь деген мақал бар. Соның үшін барлықтарыңызға бір денсаулық тілейміз, ауырмаңыздар, сыздамаңыздар. Кім егер ожирениеден құтыламын деп жатқан болса, пожалуйста, бізге келсін, біз натуральный жолдармен оны емдейміз осы жерде. Сіздерге рахмет.